күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге балалардың ең сүйікті тағамы пиццаны рецептімен бөлісетін боламын. Өте жұмсақ, керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүтімізді, оның үстіне жылы суымызды құйып алатын боламыз. 1 шай қасық қантымызды, жарты қасықпен тұзымызды және де 2 шай қасықпен ашытқы, яғни дрожжымызды салып, венчиктің көмегімен жақсылап араластырып, жылы жерге бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан кейін оның үстіне сұйық май, яғни күнбағыс майымызды қосып, венчиктің көмегімен араластырып, енді аз-аздан ұнымызды қоса отырып, жұмсақ қамыр тестімізді дайындайтын боламыз. Алдымен венчиктің көмегімен, содан кейін қолымызбен жұмсақ қамыр дайындайтын боламыз. Оның барлығын бірден салудың қажеті жоқ. Себебі біздің стаканның мөлшеріне әркімде әртүрлі болады. Сондықтан да осы аз-аздан қоса отырып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр дайындап алатын боламыз. Және де мен осы қамырды көтеру үшін әсел пешке салып қоямын. Көбіне әсел пешке 30 минутқа 30 градусқа қойып қойға болады. Сол кезде күшті көтеріледі. Немесе сізде жылы жер болатын болса, сол жылы жеріңізге 1 сағатқа бетін жауып қойып қойсаңыз болады. Қолға жабыспайтын осындай қамыр дайындап алғаннан кейін 1 ас қасық көлемінде сұйық майымызды жағып, қолымызбен осылай дайындап, жұмсақ қамырдың бетін жауып қойып қоятын боламыз. Ал оған дейін біз салмасын дайындаймыз. Маған салмасына қызанақ, колбаса және де сыр қолдандым. Сіздің қалауыңыз бойынша осылай барлығын дөңгелектеп турап алып, сырымызды өткізіп, күштен дайындап аламыз. Ал соусқа келетін болсақ, мен 1 ас қасық томатпен майонезді қолдандым. Осы екеуін жақсылап тұрып араластырып алдым. Томаттың орнына кетчупты қолдансаңыз да болады, немесе басқа сырный соусты қолдансаңыз болады. Біздің соусымыз, начинкамыз дайын. Ал енді күшті болып көтерілген біздің тестімізді алып, оны бөлікке бөлетін боламыз. Негізінде осы тестадан 4 бөлік 4 пицца шығады. Мен бірақта тек қана 2 бөлікке бөліп, 2 пицца жасап шығардым. Ол жайынып піскен кезде де күшті болып көтеріледі. Сондықтан да жұқа қылып жая беруге де болады. 4-ке бөліп алып 4 пицца жасасаңыз болады. Осылай дайындап алып, енді ешқандай ұнды қолданбаймыз. Көріп тұрғандарыңызда қолға өте қатты жабыспайды, керемет болып шықты. Тек осындай мани кашыны, мани группаны осылай астыңғы бөлігіне, үстіңгі бөлігіне айналдыра отырып, қолымызбен оқтаудың көмегінсіз қолымызбен осылай керемет болып жайып шығамыз. Мани кашпен істеген кезде сырты қытырлақ болып, іші жұмсақ болып шығады, керемет болып шығады. Міндетті түрде мани кашыны қолданып көріңіздер. Енді біз оны пергамент қағазына салып алатын боламыз. Видеода көріп тұрғандай күшті болып, қолға жабыспайтын керемет болып шықты. Міндетті түрде мани группамен жасасаңыздар, дәл Додо пиццаның пиццасындай болып күшті болып шығады. Осылай дайындап алғаннан кейін енді біз әсел пештің ыдысына орналастырып соусымызды жағамыз. Және де осы соусты жаққаннан кейін біз әсел пешті қыздырып қоямыз. Әсел пешке, қызып тұрған пешімізге 20 минутқа соусымен бірге осылай салып алатын боламыз. Міндетті түрде ешқандай салмасын салмай 20 минут бойы біз бірінші пісіріп аламыз. Содан кейін 20 минуттан кейін ғана үстіне астыңғы бөлігіне осындай сырдың жартысын салдым. Сырды салып, оның үстіне жаңағы біздің қызанағымыз бен помидорымызды қойып шығатын боламыз. Содан кейін пешімізге 10 минутқа қойып алатын боламыз. Міне біздің пиццамыз дайын. Видеода көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ, ысылай кесіп жатырмын. Керемет болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Балаларыңызға өте қатты ұнайтын болады. Осы тестімен жасап көрсеңіздер, әрдайым сізде керемет болып, Додо пиццаның пиццасындай болып, керемет болып шығатын болады. Егер видео ұнаса, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Жоғарыдағы колокольчик батырмасын бассаңыздар, менің видеом сізге бірінші шығатын болады.